Сәлеметсіңдер ме балалар? Әліппе 1-ші сынып 52-ші сабақ. Ең алдымен каналға тіркеліп аламыз және лайк басып отырамыз балалар. Сонымен балалар, и дыбысымен әріпі деген тақырыбымызды жалғастырамыз. Бірінші қарамен жазылған сөздерді тұтастай және буынға бөліп оқимыз. Май, шай, бой, той, сай, сайман, алақай, қалақай. Міне осылай тұтастай және буынға бөліп қайталап оқимыз. Келесі суретке назар аударамыз. Т және ай суреті берілген. Қосқанда тай сөзі шығады екен. Бұл жерде бір буынды сөз екен тай. Соның қасындағы суретке назар аударамыз. Бізге буындар берілген, сол буындардан сөз шығару керек. Айдос, айман, айша, айқын деген сөздер шығады екен балалар. Келесі тапсырма. Қаймақ, айран, тамақ. Қуыршақ, сылдырмақ, ойыншық. Бұл жерде ойыншық сөзін қояды екенбіз. Қай сөздерде и дыбысы кездесті балалар? Қаймақ, айран, ойыншық. Ұшты, санамақ, ойын. Сонымен бұл санамақ ойыны екен балалар. Келесі сөйлемдерді ретімен дұрыс құрастыруымыз керек. Бірінші, балалар аулада. Айнұр сурет салды. Ал Айбар мен Айдын дойбы ойнады. Деп сөйлемді құрастырамыз балалар. Келесі тапсырма. Бұл ойын қалай аталады? Бұл ойын талапай-ау талапай, табылды ойын алақай деп асықтарды қоржыннан шығарып, ортаға шашып жіберіп, ойнайтын ойын екен. Бұл ойынның аты хан талапай деп аталады екен балалар. Хан талапай сөзін буындарға бөлейікші. Хан талапай. Неше буынды сөз екен? 4 буынды сөз екен. Өздерің дыбыстық талдау жасаңдар хан талапай сөзіне. Астындағы ойын қызықты болды деген сөйлемді жазып аламыз.